негізінде бағаны УЕФА қойып отыр. Білесің бе билеттермен не болып отқанын? Каша. Топтық кезеңге шыққаннан кейін мұндағы командалар деңгейі мүлдем бөлек. Бір орталық Азияның центр болып шықтық біз қазір. Иә, Бүкіл Бэкстрит Бойз мына жақтан келіп отыр, мына жақтан Реал Мадрид. Реалға гол соғамыз ба? Жарайды, жеңістің ол екі талай. Қайраттың жанкүйерлері ренжімесін, Қайрат ренжімесін, бірақ енді Ой, оны жеңіспен қарсы олар жеңісті жоғары прессинг жасап қысып тастады жеңісті. Ал Реал Месси олай жасай алмайсың. Пенальтиден жеген сияқты менің ойымша Реал ойын кезінде гол соқпайтын сияқты. Хаби үйрен әлде. 60 минуттан кейін Қайрат мүлде тоқтап қалуы мүмкін. Армысыздар, достар, Чемпиондар Лигасы оралды. Алматының Қайраты өз алаңында Реал Мадридті қабылдайтын болады. Көптен күткен тарихи матч енді қандай жағдаймен аяқталады және ол матчта қандай есеп тіркеледі, қандай ойын болуы мүмкін, оның барлығын бүгінгі студияда талқылайтын боламыз. Енді біздің қонақтармен таныс болыңыздар. Әдеттегідей тұрақты сарапшыларымыз Нұркен Мырзағалиев және Дидар Қадыров. Рахмет. Қош келдік. Супер вывеска. Мен ойымша Қазақстан футболының тарихындағы ең мықты матч болатын сияқты. Мойындаймын. 100% ғой. Кім? Атлетико Мадрид бір рет келген бізге, Челси болған былтыр, Алматыға келген болды. Әлемдік гранттардан енді бұл Қазақстанға келген үшінші команда ғой. Әлемдік гранттардан тек қана Арсенал, Барселона, Ювентус қана қалды ғой. Алания келген. Легия болған еді. Вердер келген бір рет. Спарта Прага. Енді шыны керек, бұл ойын жалпы енді қазақта айтады ғой, тойдың болғанына болатсыз қызық дейді. Шыны керек, матчтың алдында қаншама ақпараттар шығып жатыр, қаншама оқиғалар болып жатыр, иә. Және енді осы ойынға нақтырақ тоқталып өтейік. Жалпы Чемпиондар Лигасын Қайрат сіздерге қалай бастай алды және сіздердің көзқарастарыңыз қандай, алғашқы матч жайлы пікірлеріңіз? Түсінікті болды, бұл жеңілетін енді Қайраттың жанкүйерлері ренжімесін, Қайрат ренжімесін, бірақ енді топтық кезеңге шыққаннан кейін мұндағы командалар деңгейі мүлдем бөлек. Қысқаша. Нұркен Мырза, Спорт плюс телеарнасында басқаша айтқан еді. Негізі, кім жеңеді деген сұрақта Қайрат дейін да. Жоқ, мен сонда интрига болсын деп па? Жоқ, мен былай айттым, ол кезде мен оның алдында қарсыластарым бәріне қарсылас жеңеді деймін да, Қайрат ұтып кете береді қайта. Сосын мен де айттым, жаңағы Қайрат өтетіндей қылып, мен де айта салайын, Спортинг жеңеді деп айттым. Бірақ негізінен біліп тұрдым да, енді Спортинг деңгейі бөлек екенін. Негізінде қазір сол Спортинг туралы айтамыз, бірақ енді біздің шығарылымымыз Реалға қатысты ғой, бірақ Спортинг туралы айтып кетеміз. Неге? Себебі Қайраттың бір осал тұстары бар. Тактика жөнінен деген сияқты. Көрейік енді. Ернұр, неге Реал Мадрид әлемдегі ең мықты клуб? Неге дейсіз ба? Әрбір Реал фанның аргументтерін айтшы. Енді 15 елші дейді. Басы бір фактор ғана бар, баса сол. Әйтпесе Реалға төтеп беретін Барса да бар ғой, мысалы оларда да елші бар, бірақ енді сан жағынан көп болғаннан кейін және фанаттар жағынан да Реалдың фанаттары білмеймін қаншалықты Барсамен салыстырғанда көп. Негізі екеуі де тең сияқты әлемде. Енді көрейік, әлемдегі мықты ұжымдардың бірдегі болады. Қалай дегенде мойындаймыз, Барса болмасақ та. Енді алдағы ойын өте қызық болады шыны керек. Грант дегенде қалай да Реал ойнамаса да, қандай результаттар болмаса да, Реал келсе сенде аншлаг болады. Болды. Осы кезде де солай. Жоқ, жалпы ертең сол ойын болатын күні Қазақстанда бүкіл өмір тоқтап қалатын сияқты ғой. 2 сағатқа бары телевизорды қарап отырып не болады екен ау. 18 миллион адам, 20 миллион адам қарайды. Мбаппе кімнен қашып кетеді, Марвиновичтен қаша алмай ма деген сияқты. Бәрі айтып жатыр ғой, соны блогерлер шығып жатыр. Ресейде болсын, Өзбекстанда болсын, Қырғызстанда ай сатып ала алмадық билетті, бұлай болып қалды, бұлай болып қалды. Білесің бе, билеттермен не болып жатқанын? Қандай ситуация қазір? Каша. Билеттер негізі көп андай ақпараттар бар ғой. Тикетон сайттарына тағы да Қайрат апс жүктемелерін жүктеген билеттер, бірақ 24 мың емес, бір 10 мыңға жетпес билет қана сатылған. Ал қалғандары өз кеткен. Негізі бір блогер жазған сол туралы 5 мың билет солай ма? Кімге? 1000 билет Қытайға кетті деп. Спонсорларға берген. Одан 1000 билет Қытайға. 5 мың кімге? Өзбекстан, Ресей және Қырғызстаннан келген жанкүйерлерге берілген сияқты. Олар сатып алған оны. И тек қана бір 2-3 мың ба солай біздің жанкүйерлерге берілген. Жоқ, енді бұл жерде енді Қайратты сынаудың да қажеті жоқ, енді бизнес тұрғысынан қарау керек қой.
Иә, өзі біледі. Қанша қаражат табатынын кім біледі қазір. Енді негізінде бағаны УЕФА қойып отыр. Иә. УЕФА қойып отыр, УЕФАның стандарттары бойынша ол сен қанша талқылама, сынама, ол УЕФАның берген бағалары сол баға бойынша сатылады. Ал ажиотаж болатыны түсінікті ғой. Түсінікті. 3 миллиард кем дегенде Қайрат осы матчтан жанкүйерлер алаңда лық толтырса, яғни 3 миллиард теңге табыс табады екен. Осы матчтан құр ғана осы билет сату арқылы. Ойлаңдаршы, осы 3 миллиард деген бұл кімнің? Бір клубтың бюджеті. Бюджеті ғой арасында. Бір клубтың бюджеті Қазақстанда, иә? Бір рет былай аншлаг болса, ол жетпестің бюджеті шығып жатыр. Иә, енді бірден талқылайық мұнда. Спортингке қарсы ойында не жетіспеді, қай жерде кем тұстар болды, соны барлығын айтайық. Неге спортингке қарсы ойын талқылаймын? Себебі спортингтің тактикасы, алаңдағы схемасы ол Реалға ұқсас болуы мүмкін негізінде. Реал енді білеміз, Хаби Алонсо келгеннен кейін олар 4 қорғаушымен де ойнайды, 3 қорғаушымен де ойнайды, бірақ соңғы Левантеға қарсы ойында олар 3 қорғаушымен ойнайды. Неге мен Левантыны мысал келтіріп айтып тұрмын? Негізі Левантының тактикасы, схемасы Қайраттікіне ұқсайды. 4-4-1-1, яғни 4-4-2. Жақсы, Левантыда мүмкіндіктер болды ма? Левантыда болды ойынның басында. Бірақ ойынның басында мүмкіндіктер болды. Жалпы Леванты үлкен клубтарға осы маусымда, Ла Лига маусымда үлкен клубтарға қарсы жақсы ойнайды. Бірінші 15 минутта Леванты Реалға қарсы негізінде бір қиындықтар туғызды. Бірақ ойынның барысында Хаби Алонсоны көре тұра ойын алмастырып, Реалдың ойын өзгертті. Негізі сол ойынға 3 қорғаушымен шықты. Мен ойлаймын, қандай құраммен ойнамаса да Реал енді Қайраттың алдында Атлетикамен ойнайды. Атлетикамен бүкіл күшін салады. Бұл маңызды матч, түсінікті барлығы, иә. Енді ротация болуы мүмкін Алматыға келген кезде, бірақ дегенмен де мен нық сенімдімін 3 қорғаушымен ойнайтынына. Каррерас бар, Дин Хейсон бар, Асенсио бар, соның ішінде Дин Хейсонның рөлі өте маңызды, себебі ол пас шығарған адам. Қазір Реалда мысалы Тони Кросс, Модрич сияқты ойыншылар жоқ дейді. Сол ойыншының солардың рөлін өзіне қазір Дин Хейсон алып отыр. Негізі проблемасы ол Реал. Жаңағы глубинный плеймейкер дейді ғой, сол жоқ негізінде Реалда қазір. Сол көбісі айтып отыр ғой, ротация болады деп. Түсінікті. Атлетикаға қарсы Ла Лигада ойнайды. Қазіргі таңда Атлетика мүмкін бір керемет нәтижені көрсете алмай жүр, бірақ сонда да Рай Валиканоға қарсы мықты ойнаған. Сондықтан Реал Алматыға бір Родригоны жіберетін шығар, мүмкін Мбаппе келмейтін сияқты, мүмкін тағы бір 2 жұлдызды Мадридте қалдыратын сияқты. Мен бұл жерде былай ойлаймын, жұлдыздардың бәрі келеді, бірақ негізгі құрамда екіталай. Егер де ойын басында ойын жүрмей қиналып жатса, мүмкін екінші таймда шығарып қалуы мүмкін да, бір соңғы 15 минут, 20 минутқа нәтиже істеп қалуы. Хаби Алонсо енді сондай бір екінші планы бар ғой бәрібір. Бұл планы бәрібір де болатын шығар Қайратқа қарсы. Жарайды, неге көшейік? Спортингқа көшейік, ойындардың несіне. Мынау Қайраттың спортингке қарсы ойындағы алаңдағы ойыншылардың орналасуы. Бұл жерде енді неге назар аударамыз? Мата деген ойыншы бар ғой, өзінің позициясын жоғары ойнап жүрген жоқ. Ол себебі төмен ойнайды. Бұның себебі неге? Қазір мен сіздерге түсіндіремін. Бұл спортингтің ойынына байланысты болды өте. Жалпы осындай құрылымда Қайрат Реалға қарсы ойнауы мүмкін. Енді түсінікті, Реал сырт алаңда ойнаса да ол бірінші нөмірмен ойнайды, допты көп бақылайды. Сол себепті Қайрат көбінесе қарымта шабуылдарға көңіл бөлетін сияқты. Және де ойыншылардың көбісі негізі мына Громыко қапталда шыққанымен бірінші минуттан ортаға көп ойысты. Себебі ортада ойыншыларға көмектесіп қарымта шабуыл жасауға, прессинг жасау үшін мына жерде ойыншылар шоғырланып қалды. Менде біз алдымыздағы ойында да дәл солай болатын сияқты. Және де Мринский деген жігіт, соңғы кездері КПЛ-ді шулатып жүрген жігіт, негізінде жоғары ойнайды ол. Бірақ оның рөлі, негізгі рөлі амплуасы ол қорғаушы. Бұл жерде енді сдвоенный фланг, спортингке қарсы Мринский төмен ойнады, себебі Топаловқа көмектесу керек болды. Неге екен, кажется, ара көрсетіп өтем. Өткен спортингта Педро Гонсалвес пен Тринкан бар. Осы 2 вингер бар. Жоқ, бұл жерде вингерлер емес, бұл жерде латералдардың ойдан. Осыған ұқсас болады деп ойлаймын енді. Реалда Қайрат қалай ойнайды, ортада көп ойыншылар шоғырланады, қапталда жоғары ойнауға тиіс ойыншылар төменірек ойнайды, мәжбүр болады төмен ойнауға. Ал мынау Реалдың сол жаңа өткен Левантыға қарсы ойын жүйесі. Бұнда Аргентинадан келген Масунтонато деген ойыншы, ол латераль емес негізінде,
бұл ойыншы бізде шабуылдаушы. Бірақ енді жаңа эфирдің алдында айтып өттік, Тренд жоқ, Карвахаль жоқ, оның орнын мына жігіттен ауыстырып отыр. Жалпы бұл жігітке қорғаудың қажеті жоқ негізі, Қайратпен де қалған жерде. Алдыда ойнаса болды, артта үш орталық қорғаушылар, бұдан бөлек Вальверде бар, бұдан бөлек жаңа кім бар, Чуамини бар. В общем, қорғаныста жұмыс жасайтын жігіттер бар. Мына жігіттің шаруасы, ол өзіндік рөлі бар. Мына жақта Фран Гарсия, қателеспесем. Иә, стандарт кезде сол ғана. Бұл латераль болғанымен, бұл жігіт кей кездері ортаға қарай ойысады да, мына қапталдың барлығын Винисиусқа босатып береді. Сондай рөлдері бар. Бұны да қазір талқылап өтеміз. Мен ойлаймын, Реалдың құрылымы осылай болады. Мүмкін Реал екі қорғаушымен бастау мүмкін, үш қорғаушымен емес, орталық екі қорғаушымен бастау мүмкін, бірақ ойынның барысында олар міндетті түрде ойын жүйесін өзгертіп, жаңа ойынның несіне қарай, бағытына қарай істеп отырады. Хаби Алонсо өзінің командасын басқарып отырады деген соған сенімдімін. 100% Рюдигер келе алмайды ғой, иә? Дани Карвахаль, тағы кім? Трент Александр-Арнольд, үшінші. Лука Модрич. Криштиану Роналду, иә, кака келе алмайды сол. Онда осы үш жас қорғаушы өз шығатын бұл карьерасы. Қайталап өтем, бұл жерде Хейсонның рөлі өте жоғары, себебі Хейсон төмендегі жаңа тіреуші жартылай қорғаушылардың рөлін атқарады. Осал жақтары бар ма Хейсонде? Былай. Осал жақтары бар, себебі олар мына үш алған қорғаушылардың барлығы жас. Олар тактикалық жаңа позиционалды қателікті жіберуі мүмкін, бірге бір қателік жіберуі мүмкін. Қайрат енді білмеймін қаншалықты прессингке баратын. Жеңіспен болған ойында мысалы Қайрат жеңісті өзінің айбаланынан шығарған жоқ мүлдем. Жоғары прессинг болды, бірақ мен ойлаймын, Реалмен олай болмайды. Артқа қарай жатып алып, жаңа алаңды үшке бөледі ғой. Бірінші жартысы, екінші жартысы, үшінші жартысы. Екінші жартысында Реалды күтіп алуға тырысатын сияқты. Сол бізде ғана ғой, жеңіспен қарсы матчмен біз параллельді өткіземіз. Реалдың. Бұл жерде енді мен айтқым келіп отқаны, жеңіспен қарсы олар жеңісті жоғары прессинг жасап, қысып тастады жеңісті. Ал Реалмен олай жасай алмайсың. Себебі сен ол жеңіс шыға алмады жарайды өз айбаланынан. Реал бір-екі баспен шығып кетеді да, сенің шабуылдаушы бір топ ойыншың, 5-6 ойыншың бір паспен кесіп тастайды да, арттағы бір байғұсы 5-6 ойыншы алып қояды, солардың қиналады. Сол себепті мен ойлаймын, олар төменірек встречать етеді, енді қарсыласты прессингке негізінде жақсы бейімделген команда болды. Хаби Алонсо келгелі Реал жүйелі болды. Реал прессингге төзімді болды. Және де өздері прессинг жасайтын болды. Норма ғой, қазір Реал келсе, ертең жанкүйерлер айтпайтын шығар, бізге Реал келді, біз ойынды көрсеткен жоқпыз, мүлдем шабуылға шықпай қалды Қайрат, былай. Бәрін қандай нәтиже болса да ренжімейді енді бұл ойын. Бұл менің ойымша бір мереке болу керек қой кәдімгі. 0-5 болса ертең енді бәрі айтады ғой. Бәрібір де Реал ғой. Маған қызықта бүкіл бизнесмендер соны айтып жатыр ғой. Ертең Қайрат жеңсе, мен әрбір ойыншыға Land Cruiser Pradаны сыйлаймын. Бізде айтып кетейік. Мына жақ жоқ, олар сенбейді, біз сенеміз. Бір барбершоптар айтып жатыр, біз стрижканы сендерге, бүкіл футболшыларға пожизненный стрижканы сыйлаймыз былай. Өйткені сенбейді. Ешкім сенбейді. Айтпаймын ғой, тең ойнасаңдар да, ертең бірдеңе береміз, сыйлаймыз сендерге деп. Хотя бы гол соқсаңдар деп, хотя бы сөйтіп үмітті нәрсе айтып мысалға. Негізгі эпизодтары көшейік, бұл Спортингпен болған ойынның бірінші минуттары. Бұл жерде мен неге назар аударғым келіп тұр, Спортинг бір қызығы Қайратқа жақсы дайындалған белгілі көрініп тұр. Себебі допты көбіресе Сорокин жаққа қарай қуа бастады, прессингті. Яғни, Мартинович болған кезде Мартиновичтің олар прессинг жасап, Сорокинге пас беруге мәжбүрледі, және де Сорокиннің пас беріп қателескенін күтті. Мен солай ойынның алғашқы 20 минутында Спортингтің сонда прессинг жағынан бірінші әрекетін күттім. Демек, Спортинг Қайраттың пас беру жағынан, допты қорғаныстан шабуылға өрбіту жағынан осал тұсы толып тұр. Бұл олардың пікірінше Егор Сорокин. Неге мен прессингке көңіл бөліп отырмын? Себебі Реал қазір прессинг жағынан +10 қосты. +10 қосты. Тіпті соңғы ойындардың бірінде Мбаппе
соңғы 5 жылда жасамаған прессинг санын жасаған, бұл жерден оқыдым мен. Яғни МБП, Винисиус сияқты ойыншылар Хаби Алонсоның жаңағы нелеріне, футболына бейімделіп прессинг жасайтын болған. Мен нық сенімдімін. Кім болса да, МБП шықсын, шықпасын, басқа шабуыл шықсын, олар прессингке барады. Прессингке барып, олар да осы осал тұсты көруі мүмкін. Осы Егор Сорокинге қысым көрсетуі мүмкін деп ойлаймын. Испанияда жаза отыр ғой, кәдімгідей кайф алып жүр Килиан Мбаппе. Хаби Алонсо келген соң. Сондықтан прессингқа қосып отыр. Плюс Парис Сен-Жерменді көрді ғой өзі. Ол ойлаған шығар, мен примамын, мен бір кәдімгідей мессиемін. Менсіз Парис Сен-Жермен ештеңені жеңе алмайды. Енді көрді, былтыр не болған. Сондықтан Реалда қосылып жатыр, және де орталық стадионға келгенде олар прессинг қосып, былай кәдімгідей қыса ма сонда Қайратты? Міндетті түрде. Мастантуоны келсе де. Міндетті түрде. Кім болса да шабуылда прессинг 100% болады. Себебі бұл спортингтің көрсеткен прессингі негізінен пайда әкелді, пайдасына әкелді. Реал міндетті түрде бұл ойынды қарайды. Және де қорғаушылар осал тұстарын көреді. Бүкіл разборды жасап алған ғой ол. Түсінікті. Келесі эпизодқа көшейік. Бұл бізде спортингтің 16 минуты. Қайраттың жүйесіне ойнайтын командалар, 4 қорғаушымен ойнайтын командалар. Яғни Қайраттың жүйесі 4-1-1, яғни 4-4-2. Олар бүкіл маусым бойы ойнап келе жатыр. Олар ешқашан білмеймін, мен бұл маусымда ол Қайраттың 3 қорғаушымен ойнаған есімде емес. Сол себепті олар Реалға да қарсы, мен ойламаймын, Оразбақтың схеманы күрт өзгертіп 3 қорғаушыға көшеді деген. Бұл схемада ойнаған кезде 3 орталық қорғаушы, 2 латеральмен ойнайтын схеманың басымдылығы бар. Басымдылығы ол қапталдағы латеральдар. Себебі команда шабуылдаған кезде, команда доп ұстаған кезде латеральдар міндетті түрде бос қалып қояды. Спортинг деген болған ойында дәл осындай картина бірнеше рет болды. 16 минуттағы эпизод, мысалы, қараңыздар. Бір латераль, 2 латераль. Яғни, бұл жерде, мысалға, шабуыл жүрмесін дейік, бірақ орталық жартылай қорғаушылар арқылы мына жігітке допты алмастыру мүмкін. Бұл жігіт уже өзінің бір өз екенін біле тұра, қол өтеп жатыр. Муринский, ол неге отырмайды артқа қарай деп сұрақ қоюға болады. Ол отырмайды, себебі допты артқа қарай беретін болса, мына жігітті келіп прессинг жасау керек. Егер де ол мына жігітті күтпесе, мына жігіт орта қарай ығысып, басқа шабуылдауы мүмкін. Сол себепті бұл жерде, мысалға, Байғұс Муринский екі ойлы болып қалды. Я мына жігіт жауан ба, орталық қорғаушыны, я мына артындағы адам жауан ба деп. Яғни осы басылымдықты спортинг пайдаланды. Тағы қазір бірнеше видео бар, бізде бірнеше скрин бар. Неге Реал 3 қорғаушымен еді? Себебі ол спортингтің ойында көрді. Бұл схема жұмыс жасайды. Қайраттың ойынын осы арқылы бұзуға болады. Тіпті Қазақстан чемпионатында да Қайрат 3 орталық қорғаушы латеральмен ойнайтын командаларға қарсы қиындық көрді. Елімай болсын, Жеңіс болсын. Себебі қапталдағы бос ойыншылар арқылы әрдайым шабуылдауға болады. Бұл қосымша опция шабуылдау үшін. Яғни мягко бәрін шоғырландырып алып, жинап алып, жартылай қорғаушы арқылы, және қорғаушы арқылы ана қарай допты ысыра беруге болады. Былай Реалмен параллель өткізсек, мына жақта Мастантуоны қалады, ана жақта Фран Гарсия немесе, Фран Гарсия, Каррерас ортада шықса. Жоқ, мен ойлаймын, Фран Гарсия емес, Фран Гарсия ортаға көбіресе ығысатын сияқты, бұл жерде Винисиус қалдыруға тырысады. Себебі Винисиусты бұл жерде қалдырып, оған қарсы мысалы Муринский қуып жетіп, тапалып қуып жетсе, Винисиус 1-1 оп-оңай шаруаны шешеді. Винисиус болмаса, ана жақтан Родриго шыға алады. Спортингтің басымдылығы, бұл жерде енді спортингтің ойыншыларының бәрі ортада шоғырланып қалды, бірақ осы картина бірінші кезекте қараған кезде неге көз түседі? Мына екі бос ойыншыға көз түседі. Бұл жерде мына ойыншы тығырыққа тірелсе, одан міндетті түрде мягко пас шығаруға болады, я болмаса бұрылып мягко пас шығаруға болады. Бұл жерде Қайраттың 4 қорғаушысы амал жоқтан қысылады бір-біріне. Арасындағы жаңағы арақашықтарды азайту үшін олар қысылады. Мына 4 жартылай қорғаушылар да бір-біріне қысылып, зона бермеуге тырысады. Бұндай кезде мына берген аумақтардың барлығын латералдар пайдаланады. Мысалы, спортинг соны қайта-қайта пайдаланды. Қарап отырсаңыздар, ойынның бірінші тайм соңы соны спортинг тым жақсы пайдаланып, мына жерде қауіпті сәт болды. Қателеспесем, мына ойыншы өзі соққы уақыттайды, бірақ екі вариант бар. Суарес қой. Спортинг сияқты командаларға, жаңағы доминант командаларға ең жаманы ол шабуылда вариант болмау.
Ал спортингта каждый екінші эпизодта шабуылды өрбітуге мүмкіндіктер болып тұр. Себебі латеральдар бос. Негізі Қайрат автобусты қойып, былай громыко түсіп, Кенданың жағында 7-ші номер тұр ғой, оң жақта. Оның жағына барып, мына жақтан Мрынский ана ойыншыны жапса, онда шабуылда мүлде мүмкіндіктер болушы еді. Сол негізі, Дидар, сол проблема. Егер де Мрынскийге айтатын болса, Саша, сен артқа қарай түс, латеральмен бірге ойна десе, мысалы, кімге Громыкоға айтса, Громыко, ладно, сен шабуылдаушы, жалтай қорғаушысың, бірақ сонда да артқа қарай түсіп, мына жігітпен ойна, латеральмен ойна десе, онда мына жердегі зоналар ашық қалып қояды. А бұл жерде мына зоналардан Реалда айбаланың сыртынан соққы бақтайтын ойыншылар жеткілікті. Өте көп. Иә. Негізі мына сезон басталғалы Реалда бағытталған соққылардың жартысынан көбі олар айып алаңның сыртынан. Сол себепті мына зоналарды Қайраттың бапкері бермейді Реалға. Яғни мына жартылай қорғаушылары, Громыко болсын, Мрынский болсын, олар отырмайды мына жаққа қарай. Демек отырмаса, қайттан мына ойыншылар бос қалады. Бұл Реал үшін керемет мүмкіндіктер. Бұлардың басты мақсаты латеральға асыру, яғни мындай разрывтарды табу. Осындай разрывты тапса, осы разрывтарға Мбаппе болсын, Арда Туран, Арда Гюлер болсын, кіре алады. Грачкас. Арда Туран Шахтарды. Қызғы ертең Топалов Винисиусқа қарсы, Мата, Мастантуоно, мына жақтан Вальверде қосылса, оған қарсы Дамир Қасыболат ойнайды. Күшті негізі. Күлетін нәрсе емес ол. Чемпиондар лигасына шықсақ, енді бәрін дәлелдедік, осы деңгейде ойнай аламыз. Қайрат ойнай аламыз. Балалар, Қайрат және прессинг тақырыбына дейсің. Прессинг бар. Жоқ, Қайратта прессинг бар түсінікті ғой, бірақ екінші таймның орта тұсы мына шабуылдан кейін алдын айтып қойдың гол соғылады. Спортингтің гол соғылады. Бұл жерде неге назар аударамыз? Сарыкен екі шабуылшының ортасында қалып қалған, өз білмей тұрып қайда баратынын. Бұл жерде Қайрат прессингке барады, Қасаболат прессингке барады, бірақ латеральдің арқасында спортинг тіреуші жартылай қорғаушы арқылы латеральға қарай пас асырады. Бұл жерде енді бұл латеральді күтіп алу керек. Бұл жерде де Мата екі ойлы болып қалды, мен не істеймін? Орында тұра берейін ба, алдынан күтіп алайын ба? Күтіп алуға барды. Мата қозғалғаннан кейін Сорокин да қозғалу керек. Сорокин қозғалғаннан кейін Мартынович та қозғалу керек. Жаңа эффект бабочки дейді ғой. Бір зат қозғалса, бүкіл әсер етеді. Енді мына жерде Мата мына кімге қозғалады? Яғни мына арақашықтық пайда болады. Мына арақашықтық пайда болады. Сорокин мына жігіт жабам деп шығады. Яғни Мата мен арасындағы қашықтықты қысқартамын деп, мына жігіт жабам деп шығады Сорокин. Ағы соңында мына жерде зона пайда болады. Бұл зонаға оп-оңай орталық қорғаушы пас асырады. Бұл жерде спортингтің ойыншысы сол зонаны тым жақсы пайдаланып кетеді. Бұл жерде енді басты эпизод неге назар аударамыз? Қайраттың прессингісі жүрмей қалды. Қателесті ойыншылары мына зоналарға алып қойды. Екінші кезекте қайтадан латераль арқылы Қайраттың бүкіл қорғанысын бұзып тұр спортинг. Демек, дәл осылай Реалда жасау мүмкін. Ұқсас та. Өткен спортингтарда Кенда деген, ол латераль емес негізі, бұл вингер. Вингер, ол сондай шабуылшы, ең біріншіден, дриблинг мықты. Жылдан, осы жылы, осы жазда негізі осылай сыбыс болған. Манчестер Юнайтед Кенда үшін 40 миллион дайын беруге дайын болған. Енді Реалда Мастантуоно менің ойымша Кендадан да мықты. Келген соң, енді ана аргентинец, білмеймін, сол сынып кетті тез-тез. Мен осы маусымның басында спортингтің ойын жүргізгенмін, бірақ ол спортинг сырт алаңында бір кішкентай команда қарсы ойнады, 4 қорғаушымен шықты. Яғни ол Қайраттың осал тұстарын біле тұра схемасын өзгертеді спортинг. Өзгертеді. Демек, Хаби Алонсо да солай жасайтын сияқты. Велосипед ойлап табудың несі керек? Спортингтің ойынын қарасал, спортингке қарсы Қайрат қандай қателіктер жіберді, сол қателіктерді пайдалануға болады. Ең оңайда сол Атлетикамен ойыннан кейін Қайратқа көп дайындаудың қажеті жоқ та. Спортингті қарасал, спортинг қалай шабуылдаған, қалай зоналарды пайдаланған, қорғанысты қалай созғанын дәл осыны копировать етіп, ставить етіп жасауға болады. Реалды жолды көрсеткен спортинг. Бұл негізінде енді Қайрат жаңа осал деп айтып тұрған жоқпын, негізінде Қайраттың схемасымен осындай схемада ойнайтын командалардың бұл әрдайым сондай болады да.
негізгі проблемасы сол да. Спарта Ақтөбемен ойнаған кезде де сырт алаңда. Спартада бірінші ойынға, қарымта ойынға олар 3 қорғаушымен шықты. Негізінде бірінші ойында олар 4 қорғаушымен ойнады да, сосын барып екінші ойынға сол бізде қапталда преимущество болсын деп, олар латеральдарды шығарды. Қайраттың прессингі бір емес, 2 ойыншы. Мына жерде екінші гол соғылады. Мына жерде екінші гол соғылады. Қазір мен тоқтатып қояйын, сізге түсіндірейін. Үшінші гол соғылады. Үшінші гол. Иә, екінші таймда екінші гол. Бұл жерде жігіттер енді тағы да назар аударамыз. Мына латеральды қараңыздар, ол енді төмен ойнап тұрған жоқ, ол жоғары ойнап тұр. Мата оның артында тұрғанын біле тұра, Мата өз позициясын тұрды. Громыко қайта үлгермей жатыр. Мына жерде қайтадан үлкен бір аймақ пайда болады. Картошка егуге болады, сәбіз егуге болады бұл жерде деген кәдімгі сельский хозяйствоны кәдімгі дамытуға болады бұл жерде. Иә, бау-бақша жасап. Қайтадан қорғаушылар сол жаққа қарай пас ауыстырады. Бұл жерде 2 ойыншы қалаған допты қабылдап, ары қарай ойынды өрбітіп, 3-ші гол соғылады осы ойындағы. Қайтадан басты рөлдерде кім? Латеральдар. Мына латеральды қараңыздар. Мысалы, мына жерде мына пас жүрмедік деп ойлайық, иә? Пас жүрмедік. Жопсап. Кім бар? Мына жерде Тапаловты көрдіңіз ғой, шабуыл шығарып өзімен бірге. Мына жігіт өзі қалып қойды. Бұл енді Қайраттың негізгі мәселелеріне қатысты, Қайраттың жүйелі прессингіне қатысты моменттер, тактикасына қайта өтсем, мен ойламаймын, Оразбақтен мына ойынға келген кезде, мен 4 қорғаушы ойнамай қойыншы, 3 қорғаушыға көшейінші деп жасамау мүмкін деп ойлаймын. Осы схемамен ойнай береді, ол ештеңе өзгермейді. Негізінде көп бапкерлер осындай схема ойнаған кезде олар отзеркалить деген тема бар ғой. Сол қарсыластың схемасын қайталайды. Бірақ Қайрат олай жасамайтын сияқты. Сол себепті мұндай ситуация сәттердің болуы әбден мүмкін ойын барысында. Отзеркалить деген қызық. Былай Оразбақтен шығып айтса я футболшыларға, сен примерно мына жерде ойнасаң, Чуамини сияқты ойнайсың. Бүкіл матчтарды қарап алдың. Сен ана Каррера сияқтысың. Көріп ал, примерно былай ашыласың, былай ойнайсың. Отзеркалить дегенде ол жаңағы қарсылас команда позиционны шабуылдаған кезде қасында бір ойыншы тұру керек қой, әр ойыншының қарсыластың қасында бір ойыншы тұру, сол отзеркалить дейді негізінде. Білмеймін, бірақ оған бармайтын сияқты меніңше. Бармайтын сияқты. Жақсы, фаворит туралы айттық, Қайрат туралы, енді аутсайдер туралы айтайық, Реал Мадрид. Иә, аутсайдердің да бір осал тұстары бар негізінде. Көп. Қаншалықты мықты клуб болса да енді Реал мойындау керек. Осал тұстары бар. Хаби идеальный бапкер емес. Иә, мен келісемін. Мен негізінде бұл осал тұстар таппадым. Негізінде менің мықты тұстар туралы айтайын деп тұрмын негізінде, бірақ осал тұстары бар екенін ұмытпаңыздар. Хаби үйрен әлде. Ал кеттік ал, бұл Левантаға матч қой, иә? Иә, мен айтқан ойын. Көресіздер, Левантаның жүйесі 4-4-2 Қайрат сияқты. Бұл жерде енді бұл жерде Хаби Алонсо да ештеңе ойланбай, өзінің жүйелі схемасында ойнап, 3 қорғаушы, бұлардың орналасуға қараңыздар. Допты жоғалтып алса, бірден пространство жоқ та, бірден шабуылдап, допты қайтаруға 3 қорғаушы дайын тұр. Доппен кім? Допты пас өзгертетін бұл Дин Хюйсен. Міндетті түрде доппен болатын осы жігіт, екі жігітке ондай рөл жоқ. Пасты ойынды өрбіту, пас шығару деген сияқты тема жоқ. 2 опорник, бұл жерде ормен алмасады. Вальверде Себалис па? Вальверде Себалис қателеспесем. Фран Гарсия. Фран Гарсия мына жерге қосып тұр. Көрдіңіздер ғой мына кімге Винисиусқа босатып. Ана жақта ардагерлер тұрыс па? Иә. Мастантоно алды да. Мастантоно жарты түсіп отыр ғой. Мастантоно міне тұр. Иә, оң жақтан. Жоқ, мен алдым. Ортада. Мен ортада тұр, ортада. Иә, сол Мастантоно. Бұл жерде онда Мастантоно онда бұл жерде ормен алмас кеткен ғой. Ардагерлер бар. Иә, негізінде олар яғни онда алмас ойнайды ғой деген сөз. Бірақ қайтадан неге назар аударамыз, бұл Левантаның бұл схемасында Реалда преимущество бар. Иә, бұл ойында. Винисиус, бұл жерде енді Спортингтен бір айырмашылығы, бұл жерде Винисиус өз позициясын көбінесе бермейді. Фран Гарсия ортаға қысып, мына жартылай қорғаушының назарын өзіне аударады. Иә. Мына жартылай қорғаушы Винисиусқа бармасын деп Фран Гарсия осы жерде жүреді. Топ келмесе де осы жерде жүреді ол. Неге персональный прессинг жұмыс істемейді? Былай қарасақ, Фран Гарсияны қалдырып, мына қорғаушы 24-ші нөмірлі Винисиустың жанында жүрсе ше. Онда мына жерде Фран Гарсия бір өзі қалып қояды.
мына жерде мына орта арқылы пас ысыруға болады. Негізінде футболда ортаны ешқашан ашуға болмайды. Көбінесе голдар қай жерден соғылады? Мына ортадан соғылады, иә. Мына жерге негізінде ортаны қорғау керек. Қапталға бара берсін, бірақ ортаға кіріп кетсе, әсіресе Реал сияқты командалар соққысы мықты ойыншылар бар команда, оны жүруге болмайды. Фран Гарсия мына 24 минутта ауысып кететін болса, мына Фран Гарсия мына жерде білгенін істейді ол. Білгенін істейді ол. Сол себепті ортаны жабады. Леванте қапталда қайтадан ашық ойыншылар қалып қояды. Бірақ Реалдың Спортингтан тағы да бір айырмашылығы, Реал қаптал арқылы көп ойнайды. Көп ойнайды. Олар допты қайта бір қапталдан екінші қапталға алмастырып жүргізеді. Сол бір қапталға келген кезде, егер де жаңа ойыншылар сан басымдылығы көп болса, Реал олар шабуылдай бастайды. Мысалға 2-3 ситуациясы болса, қазір мен келесі эпизодта бар менде. Міне. Ойын жүргізіп, бірінші тайм ортасы, ойын жүргізіп келе, бұл жерде мына Каррерас қателеспесем шабуылға қосылады, Фран Гарсия міне и Винисиус. Бұл жерде ситуация 2-3. Демек шабуылдауға болады, басымдылық бар. Бұл жерде қазір арға жүргізейік біздің графиканы. Каррерас Фран Гарсияға қосылады, Фран Гарсия Винисиусқа шығарады. Винисиус мына жігіттер ығысып үлгермейді, Винисиус бір өзі қалып қояды. А жерде Винисиус пас асыруға болады, яғмаса ығысып соққы жасауға болады. Демек, бұл Реалдың басты философиясы қапталда сан басымдылығын жасау, және де өзінің үздік ойыншыларын соққы жасайтын зоналарға шығару. Негізінде көп Реал енді Винисиус болғандықтан сол қапталға көбінесе акцент көп барады. Сол жақпен шабуылдай береді, арасында ғана тек оң қапталға алмастырады да. Негізінде Винисиустың бұл жерде енді Винисиустың авторитеті, Винисиустың рөлі ол. Енді көбірек оның доппен іздеуге тырысады. Сосын Мбаппенің бір қызығы, олда да сол Винисиустың флангына ауыса береді. Сол Винисиуспен бірге жұмыс жасағысы келеді, пастасы ойнағысы келеді, я болмаса Винисиус шығарып бергісі келеді, я болмаса сол жаққа жаңа полуфлангқа ауысады деген сияқты. Мына Мбаппе оң қарай көп ауыспайды олай. Сол себепті Реалдың сол қаптал өте басым, және де осындай эпизодтар Қайратпен ойында болуы мүмкін деп ойлаймын. Қайтып өткендей, мен ойлаймын, қайталап өтемін да, Оразбақтың схеманы өзгертпейді, схеманы өзгертпесе, жоқ, жалпы схеманы өзгертуге уақыт аз. Сен схеманы өзгертсең, сол схеманы ойнату керексің. Ол сен 1-2 күнде ойната алмайсың оларды. Жеңіске қарсы ойнату керек солай. Сол себепті схема өзгермейді. Мына схемамен шықса, Реал ол деген Қайратқа қараған кезде жаңа ойын барысында ойын өрнегін өзгерте алатын команда. Яғни 4 қорғаушымен шықса да, ойын жүрмей жатса да, олар 3 қорғаушы ауыса салады да, жаңа латеральмен ойнай салады. Міндетті түрде. Бұл түсінікті. Хаби Алонсо ойын барысында қалай өзгертетінін көреміз енді. Бірақ мен ойлаймын, негізінде Қайрат ұтылатын болса, енді ұтылатын ықтималдығы жоғары. Осы мен айтқан флангтар бойынша, осы мен айтқан зоналар бойынша, осы мен айтқан қателіктер көзге түсу мүмкін, соны Реал пайдалану мүмкін деп ойлаймын. Енді мынандай сұрақ қойып, қазір енді ойынға аздаған уақыттар қалды. Құрамдар жайлы айтайықшы. Кімдер Реалға қарсы негізгі құрамда шығуы мүмкін? Бірінші қақпашы. Міндетті түрде Шерхан Қалмырза, иә? Анарбеков. Үшінші қақпашы. Анарбеков айтты ғой өткенде, ол жаттығуға келіп жүр, бірақ енді қақпашы болғаннан кейін қорғаушыларға айғайлайды, андай жақты қатты ашып, айғайлауға сөйлеуге болмайды екен. Жақсы сынғаннан кейін 1,5 айға қателеспесем, ол әлі жүреді 1,5. Сосын ол тағы да бір қандай момент бар. Сен жақсы сынғаннан кейін, сен ойнайын деп шықсаң да, сен ойында соқтығыстау бару қорқасың сен. Себебі тағы да екінші рет тиісершің тағы біреу, қайтадан сынады ғой. Оған тәуекелге бармайды, сонда Шерхан шығады бірінші минутта. 100%. Одан кейін Заруский дайын емес. Мата, Сорокин, Мартынович, Топалов болды түсінікті. Арат Қасаболат. Кім? Глейзер әлі дайын емес сияқты. Садыбеков шығу екіталай, себебі бұл жерде енді Реалға қарсы тонусқа бәрі байланысты. Тонус бар, иә, сосын қорғаушы керек. Қорғанатын адам керек. Заря одан белгілі, шықпайды Заря. Заря белгілі. Енді шабуылда Громыко, пас асыратын адам керек. Ана жақтан, оң жақтан Лейнский шығады, сол жақтан Громыко, ортада Сатпаев, оның жанында тағы бір Жоржини шығады. Жоқ, Жоржини керек емес. Эдмилсон шығарса қалай ойлайсыздар? Эдмилсон менің ойымша Жоржиниядан екесі жақсы ойнайды. Спортингқа қарсы ойында көрдіңіздер ғой, 5 минут пайдаланып кетті. Жоржиньо 90 қанша? 85 минут бойы ойнады. Допты ұстай алатын ойыншы керек болады. Эдмилсон да ұстайтын сияқты.
Білмеймін енді. Жоржиньо шығарса мен бар ғой. Менің пікірімше Эд Милсон ол мобильный ойыншы емес. Ол Доспан Сатпаев сияқты объем бере алмайды. Ол Жоржиньо сияқты объем бере алмайды. Жоржиньо сен қаншалықты жамандасаң да ұнамаса да ол қара жұмыс жасайды Жоржиньо. Ол тіреуіш жанта қорғаушы сияқты артқа қайтады, борға барады, қорғаушылар көмектеседі. Вот Жоржиньоның басты жаңағы артықшылығы сол. Ал Эд Милсон ол Б варианты. Біріншіден үлкен шабуылшы не үшін керек? Сен егерде әуедегі доптарға. Қайрат олай ойнамайды. Қайрат астында ойнайды. Тосын сый болмаймын бір Садыбеков шығып қалса. Ертең жоқ, Қасыболат, Садыбеков, Арат бұл. Жоқ, Жоржиньо оның орнына. Әділет жақсы ойыншы ғой, бірақ Әділет ол ойын жүйесін құратын ойыншы, пастасатын ойыншы. Бұл жерде енді айтып тұрмын ғой, Арат шығып, онан Садыбек шығатын болса, онда бір Арат өзі шаршап қалды доптың соңында жүремін деп. Ортада екі тіреуіш жақта қорғаушы болу керек міндетті түрде. Млинский шығады, енді түсінікті. Млинский мен түсінгенім ойынша енді Оразбақтың қазір ең сүйікті ойыншылардың бірі. Және де Млинский объемның арқасында ол артқа қарай қайтып кімге Тапаловқа көмектесе алады. Ал мына жақта енді Мата ренжімесін, біраз шаршайтын сияқты. Оған көмектесетін граммайка жоқ. Сосын тағы бір сұрақ, қақпада кім тұрады енді Реалдың қақпасында? Куртуа келеді ғой бірінші нөмірде. Бәрібір де Куртуа болуы мүмкін ғой. Бәрібір де Чемпиондар лигасында гол саны айырмашылығы бәрібір керек Реалға. Гол өткізгісі келмейді. Куртуа шығар, Оларға үш бой керек. Бұл Марсельді жеңіп, енді 6 пай алып, одан кейін қыстап кішкене обороттарды төмендетіп, кішкене демалып, былай ойнау болады. Сосын басты сұрақ, Реалға гол соғамыз ба? Жарайды, жеңісін ол екі талай. Гол соғушы, гол соға аламыз ба жалпы? Қайраттан гол күтуге бола ма бұл матчта? Мен ойлаймын, гол соғылатын болса, Қайрат шаршамай тұрған кезде бірінші таймда соғу керек. Екінші таймда Қайрат шаршап қалатын сияқты, себебі допсыз көп жұмыс жасау керек болады. Пустой рывокта жасау керек болады. Допсыз ойын болып кетуі мүмкін. 60 минуттан кейін Қайрат мүлде тоқтап қалуы мүмкін. Сол себепті егерде салатын болсам, прессингте, контрпрессингте Қайраттың ойын негізі ауыспалы фаза ғой, олар допты ортада тартып алып, бірден атыла алады. Дастан Сатпаев ашылады, Жоржиньо ашылады. Сол кезде бір қорғаушылардың жастығын пайдаланып, қорғаушылардың қателігін пайдаланып, оларда тәжірибесі жоқ, Каррерас айтты, Асенсио айтты. Соны пайдаланып, соғып кетуге негізінде болады. Жоқ емес болады. Кем дегенде бір орын. Бірақ оның барлығы мен ойымша бірінші таймда жасау керек. Екінші таймда тек қана стандарттарға үміт артпаса, басқа варианттар көп болған жоқ. Қайрат қақпасына сосын судья пенальти қояды, міндетті түрде. Сатпаев сенеміз, Марсельден кейін бәрі айтып жатыр ғой, әлде Еуропада соны. Пенальтиден жеген сияқты менің ойымша Реал ойын кезінде алсап қойтын сияқты десең. Қалай 5 гол пенальти соғамыз деген. Бәрі пенальтиге болады. Ал білмеймін. Шанс аз. Шанс аз. Енді түсінікті ғой бұл. Өкпе жоқ жігіттегі. Жоқ, шыны керек, мереке сыйлап жатыр оның үстіне. Әдемі жұлдыздар келеді. Алматыда той 2 сағатқа әлем. Жалпы енді тып-тыныш болайын деп тұр ғой, Қазақстан тып-тыныш болайын деп тұр болса, барлық назар осы ойынға алады. Бір орталық Азияның центр болып шықтық біз қазір. Бүкіл Бейстік Бойс мына жақтан келіп отыр, мына жақтан Реал Мадрид, сол әрбір 2 аптада бір жұлдыз келеді. Соған бүкіл елдерден келіп жатыр да, бізге керемет қой негізі. Осыдан 2 ай бұрын білесіздер ме? Өзбекстан әлем чемпионаты шыққан кезде Өзбекстан шықты деп енді бір жағынан қатты қызғана да қараушы едік, бірақ енді араға 2 ай салып Реалмен біз ойнап жатырмыз да. Енді көп сарапшылар айтты ғой, ойбай Азияға барайық өтейік, қайтадан кетейік деген сияқты. Мен ең бір жауап осы шығар, Реал келеді, жігіттер ертең. Мен негізі ойлағам, Қазақстан клуб келесі бір 10-15 жылда шыға алмайтын шығар чемпиондар лигасына. Білмеймін, күтпедіңіз, күтпедіңіз. Жоқ, мүлдем. Сен күттің ба? Мен күттім. Қайраттан күттім мен бірақ. Мен ойладым, Қайраттың ерлігі ғой бұл шыны. Кім ойлаған? Тіпті бірінші команда түскен өзінде біз ойладық қой, Олимпия ма? Қиын болады ғой деп. Олимпия өтіп кетті. Жақсы кубоста бәрі айтқанша жақсы Олимпияда өттік, бірақ келесі тоқтайды тоқтайды. Былай Еурокубокқа шығады, зато конференция лигасы болады минимум. Словонды өтіп кетті ме деп шықтық қой, енді Еуропа лигасы бар деп. Енді Селтикті өтіп, одан кейін ешкім ренжімейді ғой, кәдімгі Спортинг Португалияның чемпионы. Жаз бойы бір әрбір матчта бір қаһарманнан болып тұрды, Заруцкий травмалса да екіншісінде Анарбеков шықты. Анарбеков кетсе де орны Шерхан. Енді бір білмеймін, сондай бір оқиғалармен бір әдемі футбол мерекесі болып жатыр. Енді ол жалғаса берсін. Реал Мадридтен де бөлек енді басқа да матчтарды біз талқылаймыз ғой.
өз алаңымызда болатын Реалдың алда әлі Арсеналға қарсы ойыны бар, Интерге қарсы матчы бар. Барлығы енді шыны керек талқылану керек ойындар. Сол себепті енді қорытынды бір өз ойларымызды айтып өтейік енді осы жерде. Жоқ, жалпы ойынды болжау қиын, иә. Неше түрлі сценарий болуы мүмкін, неше түрлі сценарий мүмкін, біз құрамды білмейміз, қалай немен келеді, жаңағы жоспармен келеді командалар ойынға. Бірақ егер де осы біз айтылған дүниелер орындалып жатса, біз қуанышты боламыз. Әрине міндетті түрде комментарий жазып кеттіңіздер, не көрдіңіздер, біз айтқан дүниелер орындалды ма, орындалған жоқ па сіздің тарапыңыздан. Біз айтып өтпей ұмытып кеткен жерлер болса, тағы да жазып өтіңіздер. Негізінде мен байқағаным осы, спортингке ұқсас болуы мүмкін, бірақ ойыншылардың жеке шеберлігі енді спортинг ойыншыларынан 2 есе жоғары. Сол себепті бұл жерде енді біздер Реал қай құраммен келсе де Реал доминантты футбол көрсетеді, ол түсінікті, ал біз Қайраттың енді достойный ойнағанын күтеміз ғой. Соны күтеміз. Былай давление жасамай қайтадан Қайратқа. Қазір Қайрат чемпиондар лигасына шықты, өз деңгейін көрсетті, Реалға қарсы голды соға алады, мүмкіндіктер болады, бірақ енді жеңуге ектал, кішкене қиын. Факт жағына қарау керек, шынайы көзқарас. Реалист болу керек. Реалист. Тағы да бір қуантып тұрған бір жақсы не бар, Дастанның қазіргі формасы. Оның соққылары, анау масқара 16 жастағы баланың соққысы деп айтады, бам еткізіп спортингте де қақпашы күтпеген сияқты, жеңіске де ешкім күтпеген жерден. Бұдан бөлек осы соңғы ойындардың бірінде жеңіске қарсы ма әлде оның алдындағы ойындарда ма Дастан Сатпаев 36-да 4 шақырым жылдамдықпен жүгірген. Бұл деген масқара көрсеткіш. Негізінде Еуропада 35-тен жоғары болса, ол орташадан жоғары деп есептеледі. Дастан 36-мен жүгіріп тұр. Енді түсінікті, Реалдың құрамында да ондай ойыншылар бар енді жүгіретін олай. Мыринский соңғы ойында 35-те 4 көрсеткен ба сондай, олда да мықты жылдам ойыншы. Осы жігіттер қуантып жүр. Мүмкін Дастанның бағы ашылып сол ойында сәт түседі. Қазақ футболшылар үшін өзін көрсетуге керемет мүмкіндік. Ертең Еуропаға баруға. Енді Сатпаев туралы бәрін түсінікті, Челсиға барады, қайда ойнайтынын өзі де білмейді, біз де білмейміз. Бірақ мүмкін Сатпаевтан кейін Қасыболат болсын, Мыринский болсын, басқа Қайрат академиясының түлектері баратын болсын. Аумин деп қояйық. Аумин. Былай, Қайрат Реал. Жеңеміз, жұртамыз. Жеңеміз. Жақсы позитивте, жақсы ниетпен көрейік енді ойында. Қымбатты достар, енді бағдарламамыздың, жалпы енді осы бір подкастымыздың соңына таяп қалдық. Міндетті түрде біздің арнаға жазыла кетіңіздер, пікірлеріңіз, яғни біздің айтып жатқан ойларымызбен келісетін болсаңыздар, оны да айта кетіңіздер, және Қайрат пен Реал арасында кім гол соғуы мүмкін. Соны да жазыңыздар, ең бір қызықты сауал деп ойлаймын. Өйткені көп енді Дастаннан гол күтеді, бәлкім енді Тақауов гол соғуы мүмкін деген секілді бір оралдық жанкүйерлердің өзіндік бір іштей бір тілегі де бар шығар, иә. Біз енді қанша Қазақстанның түкпір-түкпіріне қарау мүмкін. Бұл енді жылдың менің ойымша басты матчы чемпиондар лигасындағы біз үшін, қазақ жанкүйерлер үшін тарихтағы ең үлкен ойын. Ендеше бұл үлкен футбол тойын бірге тамашалайық. Алматыға баратын журналистерден сол жақтан көреді, теледидардан қарайтындарымыз енді осында қалып қараймыз. Десе де қазақ жанкүйерлері міндетті түрде Қайраттың жеңісін тілейді.